Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Ендеше бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Ендеше көңіл-күйімізді бір көтеріп алайық, я? Сіздер жас зерттеушілер сіздер ғой. Қараңыздар, көңілге демеу деп аталады. Қазір сіздер топпен ақылдасасыздар да, зерттеуді бастайық деп бастап, ары қаратай аяқтайтын боласыздар. Ақылдасып алыңыздар. Жақсы, дайынсыз ба? Ендеше бірінші топтан бастайықшы кәнекей. Зерттеуді бастайық, бірге аяқтайық. Өте тамаша. Келесі екінші топ. Зерттеуді бастайық, бірге жұмыс жасайық. Өте жақсы, қоқсықайық. Ендеше бүгінгі осылай көңіл-күймен жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Бүгін балалар біздер, яғни өткен сабаққа шолу жасайық, өткен сабақта еске түсіріп алайық. Ол үшін мен сіздерге мынандай шек парақшасын беремін. Өткен сабақта еске түсіріп, иә немесе жоқ деген жауап жазатын боласыздар. Сіздерде мұнда жаңағыдай сұрақ берілген. Осы сұрақтарға иә немесе жоқ деген ғана жауапты жазатын боламыз. Тапсырма түсінікті ма? Иә. 1 минут уақыт беріледі. Кәнекей. Ал енді балалар, барлығымыз жауаптарымызды дайындап болсақ, тақтаға қараймыз, жауаптарымызды тексерейік, иә? Су, аққыш, түссіз, мөлдір зат. Иә. Өте жақсы. Бензин, қатты, борпылдақ, иілгіш, иісі жоқ зат. Жоқ. Өте жақсы. Топырақ, борпылдақ. Заттардың барлығын балқытады, қайнатады. Жоқ. Өте жақсы. Сын, иілгіш, борпылдақ. Жоқ. Заттардың қасиеті өзгереді. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше. Ал балалар, бүгінгі біздің жаратылыстанудағы сабағымыздың тақырыбы заттардың қасиеті өзгере ме деп аталады. Яғни бүгінгі сіздермен заттардың қасиеті өзгере ме? Соны бүгінгі сіздерменен бірге қарастыратын боламыз, иә? Ендеше сабағымыздың мақсатын айтайықшы. Қандай мақсат қояр едіңдер сіздер бүгінгі сабаққа? Осы заттардың қасиеті өзгере ме дегенде? Заттардың қасиеті өзгеретінін. Иә, заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін білеміз. Иә, яғни бүгін заттардың қасиетінің қалай өзгеретіндігін және де оған не әсер ететіндігін бүгін білетін болады екенсіздер, иә? Және де жаңағыдай өзгерген зат алуды бүгін сіздер эксперимент жасап білетін болады екенсіздер, иә? Иә, балалар, мен сіздердің алдыларыңызға мынандай стикерлер таратып бердім. Сіздер оған не жазасыздар? Яғни бүгінгі біздің сабағымыздан заттардың қасиеті өзгере ме деген тақырыпты еске ала отырып, бүгінгі сабақта нені күтесіңдер? Соны жазасыздар. Бүгінгі сабақта не білгілерің келіп тұр? Соны жаза қойыңдар. Немесе қандай да бір сұрақ сіздердің мазалайтын шығар, иә? Сол сұрақтарыңызды осы стикерге жазыңыздар. Одан кейін мына ағашқа әкеліп білетін боламыз. Бір минут уақыттың ішінде тезірек жазамыз, иә? Сұрақтарыңызды жазыла беріңіздер. Тез барып жазыламыз, иә? Балалар, мен сіздерге қазір топтық жұмыс, сіздерге мінеки мынандай заттар алып келдім, 2 топқа бөліп. Бұл жерде заттардың қасиеті қалай өзгереді, оны сіздер қазір өздеріңіз болжап, мына чек парақшасына топпен ақылдасып жазатын боласыздар. Келістік пе? Ендеше бірінші топ мінеки мына партаға, екінші топ мына партаға. Қолдарыңызға қаламды алып келе қойыңыздар. Өздеріңіз заттардың қасиеті қалай өзгеретіндігін жаза қойыңыздар.
одан кейін дұрыс жауапты тыңдайтын боласыздар. Молодец. Өздеріңіз болжаңыздар ол не екен? Оның барлығы заттар қасиетін өзгертіп жатыр, иә? Ендеше соны ескеріңіздер. Қандай қасиетін өзгертіп жатыр? Ол қайдан шығып жатыр? Соны ескеріңіздер, иә? Иә, ойланыңыздар. Не нәрсе қайдан шығады? Оның бастауы қайдан шығады? Мына заттардың барлығын орналастырыңыздар. Яғни, қайсыдан не шығады, соны орналастырыңыздар. Иә? және бұл қағаз бұл жерде тұрған заттардың барлығы сендерге қатысты. бидайдың қасында Ал енді зерттеушілер, барлығымыз зерттеп жазып болдық па? Өз жауаптарыңызды? Ендеше екінші топ, бірінші топқа келіңіздер. Қалай зерттеді екен көрейік. Жауаптарды тыңдайық. Келіңіздер. Ал бізге түсіндіріп беріңіз. Бізге бірінші ағаштан, осылай картоннан және қағаздар, осылай қалған майлықтар, одан кейін бидайды үгіттеп, оны үгіткеннен кейін тауық жеп, одан жұмыртқа туады. Жақсы, сонда қай заттан қай зат қасиеті өзгеріп тұр сонда бұл жерде? Қай заттың қасиеті өзгеріп тұр? Қай заттың қасиеті өзгеріп тұр деп ойлайсыздар? Қағаздан бидай шықты. Қағаздан бидай шықты деп ойлайсыздар, иә? Жоқ, солай қасиеті. Бұл қасиеті өзгеріп тұр, болжам жасап отырсыздар, иә? Жақсы, ендеше қазір мен сіздерге дұрыс жауабын айтып берейін, иә? Өте жақсы, зерттегендеріңізге көп рахмет. Яғни жұмыртқаның қасиетін анықтадыңыздар ма? Жұмыртқаның қасиетін онда қазір барлығымыз осы жерде тұрып анықтайтын боламыз, иә? Мінекей балалар, қараңыздар, мынау ағаш. Осы ағашты өңдеу арқылы бұл зат қой. Осы затты өңдеген кезде бізде не шығады екен? Картон. Енді қараңыздаршы, одан ары қаратай не шығаруға болады бұл тағы да? Қағаз шығаруға болады, бұны жаңағыдай ары қаратай майлы шығаруға болады. Көрдіңіздер ме? Қай заттың қасиеті өзгеріп тұр сонда? Қай заттың? Ағаштың. Ал қараңыздаршы, қайтадан біздің затымыз өз қалпына келе ме мына заттарымыз? Бастапқы қалпына келе ала ма? Келе алмай. Ендеше қай зат бізде қасиетін өзгеріп тұрған? Ағаш. Өте жақсы. Ал енді келесіге өздеріңіз болжам жасап көріңіз. Қай зат өзінің қасиетін өзгеріп тұр? Бидайды үгіткен осы жерді тауықтар жейді. Сонда қай заттың қасиеті өзгеріп тұр? Бидай. Өте жақсы, тамаша. Яғни бидайды біз үгіткен кезде бізге не пайда болады екен осындай? Талқан пайда болады екен, не көрдіңіздер ме? Яғни бұл затымыз біздің бастап қалпына келе ала ма? Келе алмай, көрдіңіздер ме? Заттар қасиетін өзгертіп жатыр. Мына жұмыртқаны ше, қалай анықтаймыз бұл жұмыртқаны? Қасиеті өзгергендігі. Тауық жеп, оны суды қараңыздаршы, бір зат бұл өзі. Ендеше бұның қасиетін қазір анықтап көреміз. Жарып көрейікші, жарыңыздар. Көрейік барлығымыз, жарып көрейік. Кәне, ұрыңыздар. Біреуін ұрып көріңіздер. Ұрып. Жарыңыздар ашып көр.
Жақсы. Не шықты ішінен? Жұмыртқа. Қандай жұмыртқа? Сары. Екіншісін жарып көріңіз. Екіншісін. Қолыңызды түртсеңіз. Шаттырақ ұрып жер, ортаға оқып жеріңіздер. Енді ашып көр, ашып. Ашылмайды. Ал, не шықты ішінен? Суға қайнатылған жұмыртқа. Иә, дұрыс айтасыңдар. Сонда қалай өзгерді заттың қасиеті? Ол осындай жұмыртқадан оны қайнатқан кезде сондай жұмыртқа болады. Иә, яғни қайнатқан кезде бізде жұмыртқа не істеді? Пысты, өзінің қасиетін өзгертті ма? Иә. Өзгертті. Енді бұны қайтадан мінекей осында жұмыртқа, шикі жұмыртқаға айландыра аламыз ба? Жоқ, айландыра алмаймыз. Яғни бізде балалар. Иә, заттар өзінің қасиетін осылай өзгертеді екен, иә? Жақсы. Рахмет, қол соғып қойыңыздар. Ал енді бірінші топ, екінші топқа барайық, жүріңіздер. Бұл кісілер қандай зерттеу жасады екен? Ал енді түсіндіріп жіберіңіздер. Біріншісі. Сүттен пилге шығады, пилгеден май шығады, майдан қант шығады. Мынау ұн. Ұннан теста шығады, тестадан тәттіні шығады. Және пішіне. Қаттықтан шығады. Өте жақсы. Рахмет сендерге. Сонда қай бізде зат қасиетін өзгертті? Сүт, қатты. Қасиетін өзгертті. Оларға не әсер етіп отыр сонда? Олар көп зат шығарған қасиеті өзгереді. Тесталарға сол қайта бола алмайды. Бола алмайды. Неге бола алмайды? Өйткені қайттан оқыса өгете алмайды. Сонда бізде ұн қасиетін өзгертіп тұр ғой. Оған не әсер етіп тұр қасиетін өзгерткенге? Білгілеріңіз келе ма? Оның қалай қасиетін өзгеріп жатыр? Яғни мынадай, бізде қамыр болып шықты. Теста деп атса, бұл қамыр деп аталады. Қазақша. Яғни бізде қазір оны сіздермен бірге тағы да анықтайтын боламыз. Жауаптарыңызға көптен көп рахмет. Қазір дұрыс жауабын тыңдайтын боласыздар. Енді қазір шағын ғана бір видеоны мен түсіргем сендерге. Соны көріп алыңыздар. Қай зат қасиетін өзгертті? Қалай өзгертті екен? Ал, кішкене бер қарата келе қойыңдар. Былай қарап тұрамыз. Осы жерге тұра беріңіздер. Ана неден көрінсе болып кел. Қажет. Жаңағы сүттен кілегейді бөліп алу үшін мынандай сепаратор деген, яғни сүттен кілегейді бөліп алатын аппарат. Осыған мен қазір сүтті құйдым. Қазір тартатын боламыз. Сонда да жаңағы кілегейдің сүттен бөлініп шығатынын байқайтын боласыңдар. Ал енді не дейсіздер? Сүттің қасиеті өзгерді. Иә, сүттің қасиеті өзгерді, иә? Себебі сүттен кілегей шығып Иә, дұрыс айтасыз. Оны сіздер өздеріңіз күнделікті көріп жүрсіздер, иә, өмірде? Енді кілегей. Осы жерде қайсысы кілегей деп ойлайсыздар? Иә. Мынау кілегей деп ойлайсыздар, иә? Жақсы. Өте жақсы. Келе қойыңдар, бер қаратай. Қазір тағы да анықтайтын боламыз. Енді қараңыздар, мынау біздің сүт, мінекей. Осы сүтті жаңағыдай біз тартқан кезде, мінекей балалар, мынау бізде кілегей екен. Бұл тек қана бізде қоймалжың болып қалған түрі. Жаңа сіздер түрін көрген боласыздар. Мынау қоймалжың келген түр екен. Осыдан ары қаратай бізде кілегейден кейін не пайда болады екен? Май пайда болады екен. Қазір көреміз бұл кілегейден майдың қалай пайда болатындығын. Одан кейін мынау бізде балалар ірімшік. Ірімшік бізде қайдан пайда болады, яғни? Майдан ірімшік пайда бола ма? Иә, сүттен пайда болады. Яғни біз сүтті ашытып іріткеннен кейін, сүтті іріткеннен кейін бар, бізде не шығады екен? Ірімшік шығады екен, иә?
Ал енді мынау бізде не деп аталады? Қатық. Я сүтті біз пісіреміз, одан кейін барып ұйытамыз, одан кейін барып оны сүземіз. Бізге не пайда болады? Қатық пайда болады екен, я? Осы қатықты біз домалақтап жасайтын болсақ, мінекей мынандай бізде ішіне тұз қосып домалақтайтын болсақ, яғни бізде құрт болып шығады екен. Сонда бұл жерде қай заттың қасиеті өзгеріп жатыр? Сүт. Яғни бастапқы қалпына келе ала ма сүт? Неге келе алмайды? Тілегейді сүт қыламаймыз. Айтады. Өйткені сұйық емес. Оған не әсер етіп жатыр? Сүтті біз не істедік жаңа тарттық, соның әсерінен бізде қасиетін өзгерді. Енді қараңыздар, мынау бізде ұн дедік, ұнды біз су қосып илейтін болсақ, онда қамыр шығады екен. Оны илеп жатқандығын көрдіңіздер ма? Илеп жатқандығын. Көрдіңіздер ма? Ендеше қазір көрейік. Мінекей, мына ұнның ішіне кішкене ғана су құйып жіберейік. Сіз араластырып жіберіңіз, көріңіз араластырып. Қолмен араластырасыз ба? Қасықпен араластырып. Көріңіздер. Сонымен қараңыздар, енді не пайда болды? Қамыр пайда болды. Мінекей көрдіңіздер ма? Зат өзінің қасиетін қалай өзгертіп жатыр? Мінекей. Жақсы, қолыңызда. Енді қараңыздар, осы қамырды елеп, қарғыратай түрлі тәттілер, яғни қантты қосатын болса, қосып елеп, оны аштық, яғни мынадай бізде печенье, яғни бізде нан пісіруге болады екен, тәтті нан пісіруге болады екен. Сонымен заттың қасиеті өзгеретіндігі сізге түсінікті болды ма? Ендеше мына біздің кілегейімізді майға айландырып көрейік па? Көрейік, қалай өзгереді екен? Ол үшін бұны не істейді екенбіз? Араластырады екенбіз, Ал кәнеке барлығымыз бір-бір араластырып шықсақ, бұл бізде май болып шығады қазір. Енді заттарды ала тұрайын. Екінші кім араластырып, кәнеке араластырайық? Көрдіңіздер ма? Жаңа кілегейімізді біз араластырған кезде, мінекей осындай май шықты. Мынау іркіт деп аталады. Көрдіңіздер ма? Біз жаңадан не істедік? Май жасадық. Өте жақсы. Ал енді балалар, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңағы жасаған эксперименттеріңізді, тәжірибемізді, яғни дәптерлеріңізге өздеріңіздердің түсінгендеріңіз бойынша жазып алыңыздар, Мысалы, қасиетін қалай өзгертті? Ал енді балалар, жазып болсақ, қазір біз тағы да топ болып, яғни картоптан крахмалды қалай алуға болады. Соны зерттейтін боламыз. Әрқайсыларыңыз мына партаның қасына келе қойыңыздар топпенен. Келе қой. Бірінші топына жаққа, екінші топына жаққа. Қой. Келе қой. Балалар, қараңыздар, мына жерде тұрған картопты қазір мына үкіштен алдымен өткізіп алыңыздар, тез өткіземіз. Үкіштен өткізе қойыңыздар. Ал балалар, үкіштен өткізіп болдық, Енді мынау алдыларыңызда тұрған мынандай жылы су тұр, соны құйыңыздар үстіне. Жылы суды құямыз үстіне, құя қойыңдар. Құя бер. Өте жақсы. Енді осы құйғанымызды кішкене қасықпен басып жіберейік, араластырып. Баса ғой. Үстіне құйып жібер. Басып жіберіңіз. Суымызды құйып алдық. Енді осы картошкамызды сүземіз, қасықпен алып сала беріңіздер. Мына сүзгіден өткіземіз, сала ғой. Енді сүзіп болдық. Осы суымызды мінекей мына қайтадан құйыңыздар. Түбінде тұнба қалу керек, түбін бірақ құйып тастап жүрмеңіздер. Түбінде ақ тұнбасы қалғанша құямыз, кәнеке құйыңыздар. Түбіндегі ақ тұнбасы қалу керек. Болды.
Мінекей, түбіндегі тұнбаны көрдіңіздер ма? Осы тұнба не деп аталады бізде балалар? Крахмал. Яғни біз не істедік бүгін? Біз крахмалды Неден алдық крахмалды? және қалай жасалатынын білдік. Контекстен крахмалды алуды білдік. Крахмалда. Енді қазір балалар, осы крахмалға мен қазір йод тамызатын боламын. Ол бізде қалай өзгеретіндігін білетін боласыздар, иә? Қараңыздар, мінекей йод тамызам. Қандай өзгеріс болатынын байқаңыздар. Келесі топқа қараңыздар. Йод тамызған кезде қандай өзгеріс пайда болды? Әдемі болды. Гүл секілді. Аха, түсін өзгертті ма? Иә. Қараңыздаршы, қандай түске енді? Қара. Қара түске енді ма? Аха. Көгілдір түске енді ма? Иә. Аха, міне балалар. Бұлар міне крахмалдың құрғақ түрі. Иә, мінекей қараңыздар, бұл бізде тұрмыста пайдаланылады. Иә, мінекей құрғақ түрін көрдіңіздер ма? Жаңа сіздер алған түрін көрдіңіздер ғой. Мінекей ұстап көрсеңіздер, міне. Крахмал деген осындай болады екен. Көрдіңіздер ма? Аха, мінекей топқа көрсетемін, иә, оны сияқты. Оны сіздер жаңа алып көрдіңіздер ғой. Балалар, жаңағы картоптан крахмалды қалай алдық? Сол тәжірибемізді қазір дәптерге жазып аламыз, иә? Біріне соң біріне жасадық, соны жазып аламыз. Ал енді жазып қойсақ балалар, барлықтарыңыздың дәптеріңізді тексеріп, балдарыңызды қойып шығайын, иә? Аяла бүгін сабақта өте белсенді қатыстыңыз, сізге оңға бүгін. Бүгін сізге не қиын болды? Не қиын болған жоқ па? Өте жақсы. Бүгін сізде 8 балл. Айқыныз, өте жақсы жазғансың. Тек мына жерде қателер көпсің, иә? Одан саған бүгін 9 балл. Ал балалар, барлығымыз жазып болды, иә? Енді біздің сабағымыздың мақсаты қалай еді? Мақсатымызды ескертіп жіберейікші. Заттардың қалай өзгеретіні және оған не әсер ететінін білеміз. Иә, заттардың қалай өзгеретіндігін бүгін білген боламыз, иә? Ендеше бағана сабақтың басында біздер өздеріңіздің сұрақтарға жазған болатынбыз, иә? Бүгінгі сабақтан не күтесіңдер, қандай сұрақтарың бар? Ендеше осы сұрақтарға жауап таба алдық па? Қолдарыңызға қаламды алып, қайтадан мына жердегі алмаға ораламыз, өзіміздің жазғанымызға. Бүгінгі сабақтан нені білдіңіздер? Өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап таба алдыңыздар ма? Иә. Аха, кім қандай жауап тапты айтып өтсеңіздер? Аха. Абзал сен. Мен заттардың қалай өзгеретінін білдім. Өте жақсы. Тағда. Кім қандай сұрақ бар? Я, Саяжан, сен қандай сұрақ қойып едің? Заттардың қалай өзгеретінін білдім. Және крахмалды қалай жасайтынын білдім. Оны үйрендім. Егер де крахмал десе, оны тіпті ата-анама жасап бере аламын. Өте жақсы, жарайсыз. Қолданатын заттардың қасиеті әртүрлі бола дегенге, я олар әртүрлі бола деген өйткені бір нәрседен бір нәрсе шығады деген сияқты. Біз заттарымыздың қалай өзгеретінін білгім келген. Енді мен білдім. Өзің сұрағыма жауап таптың, иә? Жақсы. Ал балалар, осымен біздің жаратылыстану сабағымыз аяқталды. Келесі жаратылыстану сабағында кездескенше.